Үшінші есеп. Аңшылар иттермен бұғының артынан 500 метр қашықтықта келе жатыр. Қашып бара жатқан бұғының жылдамдығы 12 метр секунд, ал оның артынан қуған иттердің жылдамдығы 15 метр секунд. Егер бұғы да иттер де жылдамдықтарын өзгертпесе, 2 минуттан кейін олардың арасын табыңыз дейді. Мысалы, біз былай алайық. Мынандай бір нүкте болсын, бұл А нүктесі болсын. Және мына жерде Б нүктесі болсын. А нүктесінде иттер, Б нүктесінде бұғы болсын. Және екеуінің ара қашықтығы бізде 500 метр дейді. Және олар бір-бірінің соңынан бара жатыр, яғни бұғы қашып бара жатыр. Және иттер де оның соңынан қуып бара жатыр. Және олардың жылдамдықтары: иттің жылдамдығы 15 метр секундына, бұғының жылдамдығы 12 метр секундына. Бізге айтады, егер бұғы да иттер де жылдамдықтарын өзгертпесе, 2 минуттан кейін олардың арасын табыңыз дейді. 2 минуттан кейін иттер мысалы мына жерге жетті делік. Онда бұғы да сәйкесінше ол мына жерге жетеді. Бізге айтады, онда 2 минуттан кейін олардың арасын табыңыз дейді. Яғни бізге мына бір қашықтықты табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Табу үшін бірінші амалда біз былай істейік. Иттер де бұғыларды бірдей бағытта жүгіріп бара жатыр. Яғни иттің жылдамдығы 15 метр секундына және бұғының жылдамдығы 12 метр секундына. Егер біз осы иттің жылдамдығынан бұғының жылдамдығын азайтатын болсақ, 3 метр секунд шығады. Бұл 3 метр секунд дегеніміз иттердің бұғыға жақындау жылдамдығы. Яғни осылай жазып қояйын. Иттердің бұғыға жақындау жылдамдығы. Енді біз тауып алдық. Олар секундына 3 метрге жақындаса бұғыға, ендеше 2 минуттан кейін олар қаншалықты жақындайды, соны табуымыз керек. Біз алдымен уақытты секундқа айналдырып алайық. Бізде Т уақытымыз 2 минутқа тең. Неге секундқа? Себебі бізде жылдамдық секундпен берілген. Егер Т 2 минутқа тең болса уақыт, оны секундқа айналдыру үшін 1 минутта 60 секунд бар. Сәйкесінше 2 минутта 120 секунд бар. Енді қарайық, бізде иттердің бұғыға жақындау жылдамдығы бар. Және олардың қанша уақыт жүгіргені белгілі болса, біз олардың қаншалықты жақындағанын, яғни қашықтығын таба аламыз. Ендеше екінші амалда біз 3-ті көбейтеміз 120-ға. Жақындау жылдамдығын жүгірген уақытына көбейтсек, ол 360 метр болады. Бұл иттердің бұғыға жақындаған жылдамдығы. Енді бастапқы шартқа қайтып келейік. Аңшылар иттермен бұғының артынан 500 метр қашықтықта келе жатыр. Яғни 500 метр қашықтық еді. Олар 2 минутта 360 метрге жақындады. Демек, олардың ендігі қазіргі ара қашықтығын табу үшін біз болған қашықтықтан 500-ден жақындаған қашықтығын азайтамыз. 360-ты. 500-ден 360-ты азайтсақ, ол 140 метр болады. Бұл қазіргі бұғы мен иттердің ара қашықтығы. Демек, 2 минуттан кейін олардың арасы 140 метр болады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.